Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының ұлттық ұлан ерлер хоры. Жігіттер, қайырлы таң, қош келдіңіздер. Керемет өнерлеріңізге рахмет. Қош көрдік. Көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Таңертең тұру сіздер үшін дым қиын емес шығар, иә? Көздерінен көріп тұрып, қиындығы бар кішкене. Мен енді алғашқы сұрақ, хор қашан құрылды және қалай құрылды? Соны айта кетсеңіздер, бөлісе кетсеңіздер сонымен. Биыл біздің ұжымның мерейтойы біздің хорымызға 10 жыл. Тамаша, тамаша. Осыған байланысты біз осы қазіргі уақытта үлкен, осы бұрын соңды осы Қазақстанда болмаған, хор өнерінде бұрын соңды болмаған деп айтайықшы. Жаңа бағыттағы өзіміздің жеке концертімізді дайындап жатырмыз. Тамаша. Бұйырса жазға қарай үлкен концерт береміз. Тамаша, құрметті көрермен, естідіңіздер ғой, міндетті түрде ол концертке барыңыз, себебі айтудың өзі қалай болды. Бұрын соңды болмаған, ешбір хор дайындамаған концерт дейді. Мен өзім қызығушылық танытып тұрмын, міндетті түрде келем, шақырсаңыздар әрине. Қай жақта өтеді, қай қалаларда өтеді? Енді басында бірінші алғаш концертімізді осы Астана қаласында береміз. Содан кейін дәл осы концертпен Қазақстанның барлық ауыл аймақтарын, қалаларын аралап үлкен тур жасамақшымыз. Жақында халықаралық байқауға барып бүкіл елді шулатып келгендеріңіз бар. Әлеуметтік желіні шулаттыңыздар. Кеңінен таралып жатыр. Қалай болды? Сол байқау туралы айта кетсеңіздер, бөлісе кетсеңіздер, қандай қызықты сәттер болды? Енді ол байқауға әрине өнерімізді көрсетпес бұрын өте қобалжу көп болды. Себебі Қазақстанның атынан бар жатқандықтан, қазақ елінің өнерін көрсеткендіктен өз басыма қобалжу көп болды. Бірақ біз өзіміздің миссиямызбен толық атқардық деген үміттемін. Себебі басты мақсат бұл жерде қазақтың өнерін көрсету, соның ішінде қазақтың қара домбырасын көрсету болды. Сол үлкен бір әсерін қалдырды тыңдармандарға, көрермендерге. Тамаша. Негіз мынау әскери міндетпен енді әншілікті бірге алып жүру қаншалықты қиынға соғуда? Әлде сіздер тек қана осы дайындықпен ән айтуға ғана келесіздер ме? Басқа да бір міндеттеріңіз бар ма? Әскери міндет енді бізде енді қазір әскери азамат болғаннан кейін бізде хорда көп азаматтардың бәрі әскери қызметшілер. Әскери қызметпен бірге бізде өнерде қатар алып жүреміз. Әскери тәртіп бар, өнер бар, барлығын қатар алып жүрген жайымыз бар. Тамаша. Біздің күніміз таңертеңнен түске дейін, былай айтса болады, қысқаша біз өнермен айналысамыз. Ән айтамыз, концерттерге дайындаламыз, жаңа әндер жасаймыз. Түстен кейін бізде өзіміз жоспар бойынша жаңағы саптық дайындықтар, физикалық дайындықтар, түстен кейін біз әскери жаққа көңіл бөлеміз. Солай барлығын үлгеріп отыруға тырысамыз. Оңай емес. Жігіттер, рахмет жауабыңызға. Бағана енді сіздердің тау ішінде әнінен кейін құлағымыздың құршыны кішкене қанбай қалды. Сондықтан да біз енді қонақ кәде сұрағымыз келіп отыр. Оның үстіне сіздерде туған ел деген әндеріңіз бар екен. Соны орындап берсеңіздер нұр үстіне нұр болады.